Құрметті оқырмандар, сәлеметсіздер ме? Бүгін ұсақ моторика жайлы сөз қозғаймыз. Ұсақ моторика дегеніміз саусақтар мен қолдар мен нақты күрделі іс-әрекеттер жасау. Ұсақ моторика арқылы біз түймемізді қадап аламыз, бауымызды байлай аламыз, қасықпен ұстап, қайшымен қиып, жаза аламыз. Енді осы ұсақ моторика қалай дамиды? Даму кезеңдерін айта кетейік. Туғаннан 3 айға дейін балада шап беріп ұстау рефлексі автоматты түрде дамиды. 3 айлық балада заттарды ұстау үшін 3 саусақтың көмегімен және алақанмен іске асады. Сұқ саусақ пен бас бармақ қолданылмайды. Бұл айда бала әрекетін автоматты түрде жасайды. 4-6 ай аралығында ұстау бүкіл алақанымен және барлық саусақтармен бірдей ұстайды. Бұл кезде бас бармақ іске қосыла бастайды. Бұны алақанмен ұстау дейді. Бала осы 6 айдан бастап іс-әрекетін жоспарлай бастайды. 6-7 айдан бастап ұстағанда бас бармақ белсенді жұмыс жасай бастайды. Яғни затты ұстағанда осы бас бармақ жағынан ұстайды. 8 айдан бастап бала енді алақанмен емес 3 саусақпен ұстай бастайды. Бас бармақ, сұқ саусақ және ортаңғы саусақпен. Бірақ саусақтың ұшымен ұстай алмайды, тек қана жұмсақ жерімен ұстайды. Одан кейін балада пинцет тәріздес ұстаудың толық емес түрі пайда болады. Яғни сұқ саусақ пен бас бармақтың ұзынша келген жерімен ұстайды. 10 айдан бастап сұқ саусақ пен бас бармақтың көмегімен пинцет тәріздес ұстауды үйренеді. Яғни сұқ саусақ пен бас бармақтың ұшымен ұстай алады. 1,5 жаста алақандық супинациялық ұстау пайда болады. Яғни алақанды жоғары қаратып, бас бармақты үстем етіп ұстау. 2-3 жаста дигитальды пронациялық ұстау пайда болады. Бұл балада моторикасының дамуындағы өтпелі кезең. Қарындашты ұстағанда барлық саусақтарымен төмен қаратып ұстайды, қимылдағанда барлық қолы қимылдайды. 3-4 жас аралығында 4 саусақпен ұстау дамиды. Яғни бас бармақ, сұқ саусақ және ортаңғы саусақпен қарындашты ұстап, 4-ші аты жоқ саусаққа сүйеніп жаза бастайды. Ең нәтижелі дұрыс ұстау осы болып саналады. Ұсақ моторика бір қарағанда оңай, жеңіл көрінгенімен, бұл жерде мидың үлкен жұмысы жатыр. Ми қыртысы қол және саусақ қимылының дәл болуын, күрделі қимылдарды орындай алуын басқарып отырады. Ұсақ моториканы дамыту не үшін маңызды? Ұсақ моторика сөйлеумен, ойланумен, есте сақтаумен, зейін шоғырлануымен тығыз байланысты. Себебі саусақтар жұмыс жасап отырған кезде мидың ойлануға және сөйлеуге жауап беретін бөлігі белсенді жұмыс жасай бастайды. Ұсақ жұмыстарды саусақпен жасап отырғанда зейін қою, жұмысты тиянақты орындау, шыдамдылық сияқты қасиеттер дамиды. Бала өз бетімен тұрмыстық әрекеттерді орындай алады. Нәскиін өзі киеді, түймесін қадап алады, қасықпен, шанышқымен тамақ жей алады. Және тағы да басқа іс-әрекеттерді өз бетінше орындай алады. Қорытындылай келе, қалам, қарындашты ұстау үшін, қайшымен қиып жұмыс жасай алу үшін, алдағы уақытта баланың сөйлеуіне, оқып жаза алуына ұсақ моториканы үнемі дамытып отыру қажет.